Hello, my friends. It's your English coach Angela. Today we're going to talk about the second conditional. Достар, бүгін сіздермен second conditional шартты сөйлемнің екінші түрі туралы әңгімелесетін боламыз. Жалпы шартты сөйлемнің екінші түрін қандай жағдайда қолданамыз? Мысалы, сіздер айтасыздар, я? Егер мен сенің орнында болсам, әлемді аралап саяхаттайтын едім. Егер ақшам көп болса, мен жаңа көлік сатып алатын едім. Яғни, іс-әрекет жүзеге асуға мүмкіндігі жоқ. Unreal conditional. Біз жүзеге асуға мүмкіндігі жоқ іс-әрекеттерді second conditionalда айтатын боламыз. Жалпы, оның формуласы қандай? Шартты сөйлемдер екі бөліктен тұрады. If clause және main clause. Second conditionalда бізде if clause past simple'да тұрады. Main clause would plus infinitive. Would және етістіктің infinitive формасы. Енді мысалға қарақ. If the weather was fine, егер ауа райы жақсы болғанда, I would play outside. Мен далада ойнаған болатын едім. Сонда қараңыздар. If the weather was fine. Біз if clause'ды өткен шаққа қойдық, past simpleға қойдық, және would етістіктің infinitive формасын қолдандық. Келесі. If I had a lot of money, егер менде көп ақша болғанда, I would buy a new car. Мен жаңа көлік сатып алған болатын едім. Қараңыздар, if clause мынау бізде тұрған, және мынау main clause. If clause'ды біз неге қойдық? Өткен шаққа, past simpleға қойдық. If I had, to have етістігін өткен шақ формасы, және I would, және infinitive. I would buy a new car. Келесі сөйлем. Егер мен сенің орнында болсам, if I were you, егер мен сенің орнында болсам, I would, would, және travel around the world. Әлемді аралап саяхаттайтын едім. Демек, мұқият назар аударамыз. If clause, past simple'да, мынаның барлығы if clause, would және infinitive. Мына would және infinitive қолдандығы. Тура осы формулаға саласыздар. Екеуі if clause бен main clause орнына ауысып келуге болады. Мысалы, I would play outside if the weather was fine деп айтуға болады. Енді second conditionalды біз әдеттегідей басқа грамматикалық құрылымдар секілді біз болымсыз сөйлем жасай аламыз. Ол үшін мына жерге if the weather was етістіктен кейін біз not болымсыз сөзін қолданамыз. If the weather was not fine, I would not play outside. Would-тен кейін not қолданамыз. Немесе тура мына жерде екінші сөйлемде if I didn't have a lot of money, I wouldn't buy a new car. Деген сияқты болымсыз сөйлем жасауға болады. Okay, guys. Егер бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болса, ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. See you soon. Goodbye. Каналға тіркеліп кетіңіздер.